Баршаңызға қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар, және де инста оқырман. Сіздермен бірге Ахмет Лайф жобасы. Бүгін бізде қонақта бала құқығын қорғау өкілі, Астана қаласында өткен өзін-өзі басқару көшбасшыларының форумына қатысушы, Алматы облысы оқушылар альянсының төраға орынбасары, 10-шы сынып оқушысы Махмуд Нұраділ. Аудандық талқы жобасының финалисті, 200 мың теңге егері, парламент үздігі, Жауқазын драма театрының актрисасы Иманғали Арайлым. Мектебіміздегі дебат жетекшісі, аудандық талқы жобасының финалисті, Ережеп қызы Наскен. Республикалық мұқағали оқуларының жүлдегері, алтын белгі үміткері, ауыл олимпиадасының финалисті Есенғали Гүлімжан. Қош келдіңдер, оқушылар. Қош көрдік. Бұл алаң осындай түрлі дарынды оқушылардың өздерінің ойын ортаға салатын мектеп жаңалықтарымен, түрлі жаңағыдай жобалардың барысында өздерінің ойларында ашық айтатын ашық алаң. Білесіңдер, Ахмет Лайфты бізде жүргізіп жүрсің өзіңден, Нұраділ. Жақсы, олай болса сұхбатымызды бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз цифрландыру дәуіріндегі көшбасшылар. 21-ші ғасырдың көшбасшылары қандай болу керек деген сұрақтың жауабын бүгін іздейтін боламыз. Жақсы, ал онда ең алғашқы сұрақтан бастасам, болашақ мамандықтарын қандай? Гүлімжаннан бастасақ. Гүлімжан бізде 11-ші сынып оқушысы, алтын белгі үміткері. Гүлімжан, сен таңдап отырған мамандық қандай? Мен таңдап отырған мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Өте жақсы. Ал қандай университетке түсіндің? Қазір таңда 2 университет қарастырып отырмын. Біреуі Жемпу, екіншісі Абай атындағы Қазақ педагогикалық университеті. Өте керемет. Қазақ тілі мен әдебиеттен өте жақсы, жақсы таңдау. Ал Наскен? Мен бастауыш пән мұғалімі. Бастауыш пән мұғалімі. Мен болашақта Жемпу университетінде оқысам деген бір мақсатым бар. Жақсы. Таңдау пәнің? Таңдау пәнім география, биология. Өте керемет. Жақсы. Ал Арайлым? Қазіргі таңда таңдап отырған пәндерім дүниежүзі тарихы мен ағылшын пәндері. Мамандығым халықаралық қатынастар. Таңдап отырған универім Мақсат Орынбаев атындағы университет. Жақсы, өте керемет. Ал Нұраділ, сіз сенбек? Менің қазіргі таңдағы таңдау пәнім дүниежүзі тарих және де құқық негіздері. Мен болашақта заңгер болғым келеді және де соның жолында қазіргі таңда жүрмін. Ал менің түскім келетін университет ол Нархоз, Алматы қаласында. Нархоз университеті. Жақсы, талаптарына нұр жаусын. Ал дайындықты қазірден бастаған боларсыңдар деп үміттенемін. Алдағы уақытта біздің басшымыз бізге сеніп отыр, биыл 11-лерге сеніп отыр, 140 балл шығатынына сеніп отыр. Қателеспесем, соңғы балл 133 балл, 7 балл. Енді тағы 7 баллды қоссақ, бізден 140 шығатыны сөзсіз. Біз саған сенеміз, Гүлімжан. Жақсы, ары қарай кеттік. Келесі сұрақ мынадай: көшбасшы деген кім? Көшбасшылықты кім қалай түсінеді? Көшбасшы негізі өзінің ортасын алға жетелейтін және де болашаққа бір нақты мақсаты бар, жұртты өзінің аузына қаратып сөйлей алатын, өзінің дұрыс таңдауымен көзге түсе алатын адамдардың бірі. Жақсы. Мен ойымша негізі көшбасшы деген ол тек көшті бастап жүретін адам емес, сол өзінің артынан ілесіп келе жатқан көшті түсіне алатын, олармен бірге дұрыс қарым-қатынас жасай алатын, тек өзінің ойын ғана емес, басқалардың ойымен де санасып, барлық адамның пікірін бірдей сыйлайтын адам. Өте керемет. Дұрыс айтасыңдар. Көшбасшы деген командамен, топпен жұмыс жасай алатын адам, Жақсы. Сендердің әрқайсылардың бойларынан ол қасиетті байқаған болатынбыз. Көшбасшылық әрқайсында басым. Лидер дейсіңдер ғой өздерің. Сендердің тілдерінде айтқанда лидер, араларындағы лидерлер. Қазіргі таңда бұрынғыдай мен біріншімін, мен екіншімін, жаңағы ұлдар айтатындай араларында қандай сөз бар десеңдер? Атаман сөзі. Атаман сөзі, атаман сөзі қазір қалды, оның
орнына сол лидерлік басым болып бара жатыр. Және қазір күшпен емес, біліммен санасатын, біліммен таласатын заман, иә? Жақсы. Ал олай болса келесі сұрағымызға көшейік. Гүлімжанға сұрақ. Гүлімжан, сен алтын белгі үміткерісің. Бұйырса, осы алтын белгіні бүкіл әлем танитын бір инновациялық жобаға айырбастау мүмкіндігі болса, сен не ойлап табар едің? Негізінен мен негізінен Америкадағы бір жобаны осы Қазақстанда да ұйымдастырғым келеді. Негізінен оқушылар қазіргі таңда бір сыныпта оқығанмен олардың деңгейлері әртүрлі болуы мүмкін. Соған байланысты бір платформа жасап, сол платформа арқылы оқушылардың деңгейіне қарай тапсырмалар алып, сол бойынша әркім өз деңгейінде оқи алады және бір-бірінен қалып қалмайтындай. Мысалы, тақырып бойынша біреулерге сіз деңгейлі сұрақтар келетін болса, тапсырмалар берілетін болса, біреулеріне А деңгейі, біреуіне Б деңгейі, яғни сол бойынша деңгейге бөліп оқыту барлық оқушының толық қамтамасыз етілуіне және тақырыптың толық қамтылуына менің ойымша көп көмегін тигізеді. Жақсы, өте жақсы, керемет. Қазіргі таңда көріп жатсыңдар, көптеген жаңа болашақ бағдарламасымен оқуға барып жатқандар, немесе жұмыс істеп келіп жатқандар, Америкада тұрып оқып келіп жатқандар елімізге келіп, сондай бір инновациялық бағдарламаларды жандандырып, жаңағы тіл үйретіп балаларға оқуға қалай түсуге болады сол жақта, немесе оқу бағдарламасына өздерінің бір титтей де болсын пайдасын тигізіп жатыр, иә? Сол американдық оқу жүйесіне біздің де жаңағы ақырын сол американдық оқу жүйесіне бара жатқанымыздың белгілерін көріп жатырмыз қазіргі таңда, иә? Жақсы. Келесі сұрақ. Өзбекәлі және мәдени майдан талқы жобасына қатысушыларға, финалистерге арналады. Егер сендерде өткен ғасырға барып, Өзбекәлі Жәнібековтен сұхбат алу мүмкіндігі болса, не сұрар едіңдер? Осы кітапты көбісі кәдімгідей мақтайды. Мен де оқып бастадым бұл кітапты, өзім енді бастадым. Бізде оқушыларымыздың біразы оқып болды осы кітапты. Енді не сұрар едіңдер? Сол жанмен кездестіңдер, Өзбекәлі Жәнібековпен кездескенде. Бірінші, бұл кітап өте әсерлі кітап десем де болады. Кәдімгідей бүкіл мәселелерді қамтыған, әсіресе мәдени мәселелерді қамтыған кітап. Егер Өзбекәлі Жәнібековтан бірінші сұрағым, осы мәдениетті әрі қарай дамыту үшін болашақ жастарға қандай өсиет айтар едіңіз деп сұрар едім. Және де сол өсиетін әрі қарай қолдануды ұсынар едім. Өйткені осы біздің Қазақстандағы мәдениетті жаңартып, өзінше бір ерекше із қалдырған кісінің бірі болып табылады. Сондықтан ол да әрі қарай болашақта не істеу керектігін біледі деген ойдамын. Иә, жалпы бұл кітапта Қазақстанға тигізген пайдасы туралы жазылған, иә? Өзбекәлі Жәнібековтың. Наскен? Өзбекәлі Жәнібековтің кітабы, Жәнібек туралы кітап, ол өте мағыналы кітап десем де болады. Себебі Қазақстанға деген тигізген қандай оның үлестері бар, қазақ тілінің дамытуына, қазір біздің қазақша өзіміздің сайлап отыруымызға оның үлкен үлесі қосылған. Мен одан сұрар едім, қалай әрі қарай өзі Қазақстанда қазақ тілін бұрынғыдан да жақсы дамытып, мәдениетті сақтап қалар едік. Оның қандай жұмыстарын атқарсақ, біз қазақтың балалары өзінің мәдениетін әрі қарай біліп өседі. Соны сұрар едім. Өте керемет. Өткен ғасырға барсақ, сол негізі бізде жазушыларымыз, авторларымыз өте көп Қазақстанға пайдасы тиген. Енді одан кейін қазір осы орайда айта кетерлік өте жақсы жаңалық. Осы талқы жобасы бойынша Қаныш және Майдан кітабын оқу бойынша бізде мектебіміздің 8-ші сынып оқушылары Махмұт Жанерке бірінші орынмен 300.000 теңге иеленді. Ал Жандула Аралым екінші орынмен 200.000 теңге иеленді. Құттықтаймыз. Қандай сұрақ қояйыншы? Кітап па, телефон ба? Телефон. Себебі, мысалы, мен қазір курс оқып жатырмын, ол курсты мен ертең кітаптан барып қарамаймын ғой. Телефон ол уақытты үнемдеуге қолайлы. Өзіңе керек нәрсені бірден тауып аласың. Мен барып кітапханадан кітапты іздеп оқи алмаймын, бірақ
телефоннан тауып телефоннан электронды кітаптарды тауып оқи аламын. оқуға болады, иә. Жақсы, қазіргі таңда цифрландыру дәуірі, түрлі ақпараттар барлығы дамыған, электронды түрде де біз кітаптан іздейтін дүниені телефоннан электронды түрде де ала аламыз. Гүлімжан, кітап па, телефон ба? Негізінен бұл сұрақ өте біреуін таңдауға келмейтіндей деп айтса болады. Себебі негізінен мен телефонды көбірек қолдаушы едім. Себебі негізінен кітапты біз телефон арқылы да оқи аламыз, және де кез келген кітапты интернеттен тауып ала аламыз. Және ол бізге өте қолжетімді түрде болады. Кейбір кітаптар болады, өте ескі болады, немесе оларды былайша пайдалануға бермейтін деген сияқты. Кітапханада санаулы ғана саны бар кітаптарды, мысалы біз олар бізге алып оқуға қолжетімсіз болады. Ал сондай кітаптарды біз ұялы телефоннан оп-оңай оқи аламыз. Және осы үшін тіпті әлемнің түкпір-түкпірінде кітаптарды біз аудармасымен, аудармасынсыз тікелей оқығымыз келсе де осы телефон арқылы өзіміз қолжетімді болғандықтан менің ойымша сол дұрыс сияқты. Телефон, иә? Иә, жақсы. Арай? Негізінде пайдасы жағынан қарайтын болсақ, онда кітап таңдар едім. Әрине қазіргі таңда телефон арқылы барлығын тауып білуге болады. Бірақ шынымен қазір экранға қарап отыра берсең, тіпті миың андай шашыраңқы болып, кішкене көзінде ұйқың келіп бастайды. Сондықтан кітапты оқыған кезде біздің миымыз шынығады, кәдімгі нейрондарымыз жақсы бір-бірімен қалыптасады. Әрі қарай оқып түсініп, ол затты көзбен көріп, қолмен ұстай алғандықтан, одан алатын мәліметтеріміздің көлемі жақсырақ болады. Сапалы болады. Кітапқа қараған кезде сен дұрыс айтасың, миыңмен көзің демалады. Телефонда кешке дейін біз экранға қарап отырамыз, экраннан біздің көру қабілетіміз нашарлауы мүмкін, иә? Жақсы, телефонның да пайдалы жағы да, зиянды жағы да бар, иә? Нұраділ? Мен негізі телефон таңдаушым, өйткені жасанды интеллект дамыған дәуірде жастармен бір толқында болу үшін, білім нәрімен сусындау үшін, әлемдегі ақпараттармен тез алмасып отыру үшін мен телефонды таңдар едім. Ал мен кітапты таңдайтын болсам, мен заманнан неғұрлым қалып қоям деп қазіргі таңда есептеймін. Бірақ кітап оқитын болсам, мен кітапты қолыма алып, жаңаға Арай айтқандай миды тырнақтырып, көзімді тырнақтырып оқығанда жөн көремін. Ал мен кітапты таңдар едім. Себебі менің 7-8 сыныбымда телефон болмаған. Болды, бірақ біз олай жаңағыдай іздеп телефоннан өзе интернетте іздеу дегенді білмедік пе, кітаптан іздейтінбіз бәрін. Сол өзім кітапқа қызығушылығым 5-6 сыныпта басталған. Сол кезде үлкен романдарды оқып бастадым. Кітап таңдайтын едім, кітапты күні-түні оқитынмын кәдімгідей. Кітаптың пайдасы өте көп. Жаңағы дұрыс айтасыңдар, көбінесе телефон арқылы шалғайдағы дүниелерді біз таба аламыз, иә? Өте шалғайда достарымызбен араласа аламыз. Қазір дәуір, цифрландыру дәуірінде ол өте жақсы тұр. Жасанды интеллектті өте керемет қостың. Себебі 2026 жыл қандай жыл? Жасанды интеллект дәуірі, иә? Жақсы. Кім мәлімдеді оны бізге? Президентіміз мәлімдеді. Президентіміз? Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Жақсы. Олай болса, келесі сұраққа көшейік. Мамандық таңдауда ата-ананың арманы маңызды ма, әлде нарықтың сұранысы маңызды ма? Енді 11-ші сынып болған бұл сұраққа өзім бірінші жауап берейін. Негізінен ата-ананың арманы дегеніміз ол баласын қалай көретінде болуы мүмкін, немесе ата-ананың өзінің орындалмай қалған арманын баласын орындаған қалау болуы мүмкін да. Негізінен ата-аналар баласын жаман бол деп айтпайды, яғни әрдайым жақсы болған қарайды, сол үшін жақсы нәрсені сілтеп, жақсыға, яғни жөн сілтеп отырады. Бірақ бұл жерде негізінен біз мамандық таңдаған кезде тек бір ғана факторға емес, бірнеше факторларды қарастыруымыз керек, яғни барлығына бірдей көңіл бөлу керек. Негізінен бала өзі соңғы шешімді баланың өзінен болғанымен, ең алдымен баланың өзінің талантына немесе өзінің таңдауына қарау керек. Және ата-ананың да сөзі маңызды. Негізінен көп балалар мысалы
осы жасқа келсе де, мысалы 16 жасқа келсе де өзінің қандай кім болатынын, өмірде кім болғысы келетінін білмей жатады. Сол кезде мысалы ата-аналардың кішкене болса сілтеуі немесе нұсқауы оларға кәдімгідей көмектесуі мүмкін. Және мамандықтың негізінен сұранысқа ие болуы да менің ойымша өте маңызды нәрсе. Себебі осы жаңалықтарда жақында ғана естіп қалдым, 14 мамандық бізде жойылатын болды, яғни мамандық санаттан алынып тасталады, яғни оны жоғары оқу орындарында оқи алмайтындай болады. Яғни осының кесірінен мысалы ол 14 мамандық таңдаған адамдар біраз қиналып қалуы мүмкін да. Сол үшін негізінен мамандықтың сұранысына да және ата-ананың сөзіне де назар аудару керек. Барлығы өз жөнімен болған дұрыс. Сен өз мамандығыңды өз шешіміңмен таңдадың ба? Негізінен себебі менде былай болған. Негізінде мен 10 сыныпта физика математика таңдағам, және сол бойынша мен негіз дайындалып жүрген физика математикаға. Және біраз қорықтым, себебі әдебиет таңдауға. Ол кезде барлық айтатын, әдебиет таңдау қиын, оған көп балл керек, одан 130-дан асырмасаң әдебиетке түспейсің деген сияқты. Тем более әдебиетте бізде 3 қана мамандық, және ол 3 қана мамандықтан мұғалім боласың, филолог боласың, немесе кітапханашы боласың. Сол 3 қана мамандық болғаннан кейін көбісі айтатын қиын ол деген сияқты. Сол үшін мен физика математика таңдайын деп ойладым. Енді математикадан бір жағынан жақсы едім. Бірақ негізінен осы арада айтып өткім келіп тұр, негізі менің қазақ әдебиетін таңдауыма, яғни осы әдебиет саласына ауысуыма Ырсай апай сіз себепші болдыңыз. Апайдың негізінен маған айтқан бір сөзі, бір сұрағы кәдімгідей менің андай әдебиет таңдауыма мотивацияңды ашты, жарыстан қайтқан кездегі айтқан сөз ба? Неге сонда таңдамайсың деген сұрақ. Мысалы менің осылай мамандық таңдап өмірімді өзгертетіндей кәдімгідей сұрақ болды. Мен бұрын ойлайтынмын, енді біреу айтса сенбейсің ғой, біреу маған осылай сұрақ қойды, и мен ойланып өмірім өзгерді десе, қазірден бастап сенемін. Жақсы. Біз жарыстан қайтқан кезде Гүлімжанмен осы мамандық туралы ақылдасқан болатынбыз. Әдебиетке деген потенциалын көрдім, қызығушылығын көрдім, қазақ тілі мен әдебиетке өте жақсы болды. Сосын мен өзімнің басымнан да ондай оқиға өткен. Мен де 10 сыныпта басқа нәрсені таңдап жүріп, 11 сыныпта қазақ тілі әдебиетке ауысқан болатынмын. Адам негізі қай бағытқа барғысы келеді, не таңдағысы келеді, сол нәрсені, жаның нені қалайды, сол нәрсені таңдауың керек. Сенің жаның осы әдебиетке барғаныңды, өлеңді жақсы көріп тұрсаң, поэзияны жақсы көрсең, жаңағыдай өз қиялыңмен әңгіме жазатын болсаң, онда сен әдебиетші боласың. Мен өзім солай таңдадым. Мысалы менде негізі мамандық журналистика болатын. Журналистика қатты түскім келген, жаңағыдай диктор болуды, публиканы жақсы көрдім, адамдардың жаңағыдай саған қарай көңіл ауады ғой публикада жүрген кезде, сондай нәрсені өте жақсы көретін. Осылай, бірақ мен мұғалімдікті таңдадым. Менің мұғалімдікті таңдауыма анам мен әжем себепкер болды. Міне сондай ғой, ата-ананың сөзі маңызды ма, әлде өз таңдауы маңызды ма деген осы жерден шығады. Ал сендерде? Керемет. Менің ойымша негізі мамандықтың сұранысына да ата-ананың ақыл кеңесіне де назар аударған дұрыс. Мен осы тұста Гүлімжанның сөзіне толықтай қосыламын. Бірақ менің дүниежүзі тарих пәнін таңдауым ол менің қазіргі жүрген ортама байланысты. Мен 10-шы сыныбынан бастап өзім заңгер болуды қаладым. Кішкентайымнан бастап осындай көпшілік ортада, жаңа сіз айтқандай, публикада жүруді қаладым, жұрттың маған назар аударғанын қаладым, және де көшбасшы болуды қаладым. Және де көшбасшы болуым өзіме де ыңғайлы болды. Менің мамандық таңдауыма менің атам, анам ешқандай қарсылығын білдірмеді, ешкім маған қарсы шықпады. Мен өз таңдауыммен өзімнің мамандығымның сұранысына байланысты, жұмыс табуына байланысты осы заңгер мамандығын таңдап отырмын. Өте керемет, рахмет жауаптарыңа. Наскер? Менің ойымша ата-ананың да өте үлкен үлесі бар. Себебі менің мамандығым таңдауда әкемнің маған деген үміті, анамның маған көзқарасы өте үлкен нәрсе, өте үлкен орындалған болатын. Себебі мен басым қатты ауырды, мен қандай мамандық таңдаймын. Менде өте көп варианттар болды. Мен физика, математика таңдадым, біресе әдебиетті таңдадым, тіпті басқа жаққа кетіп қалған кездерінде болатын. Алайда менің осы бір нәрсені таңдап, өзімнің өмірлік жолымды әрі қарай табуға себепкер болған сол ата-анамның ойы десек те болады. Жақсы, өте керемет. Арайлым, сенің мамандығың халықаралық қатынастар,
диплом ба? иә дипломатия. Дипломатия мамандығы. Қазіргі таңда сұранысқа ие сияқты, нарықта сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Иә, бұл мамандықты негізі таңдау оңай болмады. Өйткені менде көп нәрсеге қызығушылық болғандықтан, нақты бір қызығушылығымды табу қиын болды. Иә, нақты бір тоқтамға келу қиын болды. Біз сені білеміз, сен өте гиперактивті, гипербелсенді оқушымызсың. Бір жерде тұра алмайды, бір нәрсе, жаңағы бір таңдаған нәрсе уақыт өте келе өзінің қызығушылығын жойып алудан қорқасың, иә? Иә, қазірдің өзінде тіпті осы мамандықты да ойланып қалып жатырмын. Бірақ барынша қолға алып осы мамандықта оқимын деген үміттемін. Негізі ата-анам маған айтты, сен өзің біл деді. Кәдімгідей жауапкершілікті өзіме жіберді, өйткені не ұнайды саған соны таңда деді. Нарықтағы сұранысқа байланысты, өзімнің қызығушылықтарыма байланысты осы мамандықты таңдаған едім. Және де бірақ былай қарасақ, нарықтағы сұранысқа да қарау маңызды деп ойлаймын, өйткені сен нарықта егер мамандығың сұраныста жоқ болса, онда сенің айлығың да жоқ болады, сені елемей де қалады. Сондықтан нарықтағы сұранысқа ие мамандық таңдаған дұрыс. Жақсы. Рахмет жауаптарға. Ал келесі менде мынадай, сендерге екі таңдау берілді. Шетелде оқу ма, әлде Қазақстанда мықты маман болу ма? Шынымызды айтайық па? Сұрақты толықтырып кететін болсам, шетелде оқып біз Қазақстанға қайтып келе аламыз ба, әлде шетелде қалуымыз керек па? Шетелде оқып Қазақстанға қайтып келе аласың. Бірақ сол басында шетелде оқып таңдайсың ба, әлде Қазақстанда оқып, Қазақстанда қалып мықты маман болып таңдайсың ба? Шетелге кетсең, сенің Қазақстанға қайтып келуің екі талай деген нәрсе бар. Негізі Қазақстанның білім сапасы көптеген елдермен салыстырғанда Қазақстанның білім деңгейі өте жоғары. Мен Қазақстанда қалып мықты маман болуды таңдайтын едім. Өйткені мен қазір заңгер болуды таңдап отырған соң, мен шетелге кететін болсам, жаңағы сіз айтқандай менің елге келуім қиындау болып қалады. Ал мен өз ата мекеніме, өз жеріме қызмет ету, бұл менің арманым. Мен елімдегі әр қазақпен сырласып, әр қазақтың мұңын мұңдап, барын бар қылып, жоғын жоқтап, әр қазағыма көмектесіп жүрсем, сол менің шындықты айтып, шырылдап жүрсем, ол менің жетістігім деп білемін. Өте керемет. Сенен бір алаш сиялыс шығатынына сенемін. Осы мен Нұрәділге толықтай қосыламын, себебі өздеріңіз біліп отырғандай, менің таңдап отырған пәнім, яғни қазақ тілі мен әдебиеті болғандықтан, Қазақстанда қалу және Қазақстан үшін еңбек ету, ол менің басты міндетім деп білемін. Алаштың алтегісі бас қосса, төрдегі орын ұстаздығы. Мен ойымша, бала өзі шетелде көру керек, шетелде көру керек, себебі Қазақстанда қалған күннің өзінде мықты маман боласың, бірақ өзіңді дамыту керек қой. Өзіңді дамыту үшін шетелге шығып, басқа нәрселерді көріп, өзіңді жаңа жақтан сынап білу керек. Шетелді таңдайсың, иә? Жақсы. Ал құрметті көшбасшылар, Абай Құнанбаев атамыздың мынандай бір керемет өлең жолдары бар. Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтан. Иә, осы өлең жолдарындағы жалпы өлеңнің мағынасын қалай түсінесіңдер? Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Абай атамыз бізге не айтқысы келді? Негізі қазіргі заманда 2026 жыл жасанды интеллект дәуірі деп президентіміздің өзі айтып кетті, жаңа подкастымыздың басында айтқандай. Және де қазіргі заманда негізі актуалды оқиға біреуге сену болып қалып жатыр. Ал біз қазіргі таңда жастарымыз ChatGPT, Gemini сияқты жасанды интеллекттерге сеніп, өзінің дарынын ішінен шығара алмай қалып жатыр. Және де балаларымыз өтірік емес, эссені, шығарманы интернеттен көшіріп, өзінің дайын нәрсеге құмар болып бара жатыр. Ал өзің еңбектеніп, еңбегіңнің жемісін жеу ол бір бөлек. Ал біреудің дайын еңбегіне қол сұғу ол бір бөлек. Ал еңбектің, жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті. Негізінен бұл өлең жолдары менің 7 сыныптан бергі өзімен ұстаным сияқты бар ғой. Біршін айтқанда, осы соңғы екі жолы мен үшін бір цитата болған.
тіпті оны Наскем білет. Менің 7 сыныптағы дебаттағы блокнотымның 1-ші бетінде осы сөз жазылғандығын. Оны өзім, осы сөз маған кәдімгідей мотивация сыйлайтын. Және бұны мен қазіргі таңда, яғни өзім 11 сынып болғаннан кейін, көп 11 сыныптар мысалы өзіне сенімсіздік деген сияқты болуы мүмкін да оқушыларда. Ала алмай қалсам қайтсем, типа грантқа түспей қалсам қайтсем деген сияқты ойлар көп. Яғни ол 11 сынып болғаннан кейін ондай аураны өзіміз күнделікті сезініп жүрміз да. Негізінен адамдар сондай қорқыныш болмау үшін негізінен еңбек ету керек. Сол еңбек еткен кезде ғана тек өзіңе сенімділік пайда болады. Сен мысалы еш нәрсе оқымайсың, немесе еш нәрсеге дайындалмайсың, өзіңді өзің дамытпайсың, бірақ сен осындай болады деп сенгенмен ол нәрседен негізінен шығу 1000-1 адамда ғана, яғни тек бақ шауып кетіп, сол нәрсе болуы мүмкін, бірақ ол өте сирек кездесетін нәрсе. Және ондай бір нәрсе істемес үшін негізінен бірінші еңбектенген кезде ғана сол адамда сенім ұялайды, және сол сенім сені көпке жеткізе алады деп ойлаймын. Өте керемет. Жақсы, қыздар, айтатындарың бар ма? Бір жаңа қосамыз. Осы орайда айта кетейік, Бауыржан Момышұлының бір сөзі бар. Мақсатыңа жеткенше дос пен дұшпанға сыр берме. Осы сөзге қосасың ба? Әрине, өйткені бұл сөз өте тауып айтылған сөз. Бауыржан Момышұлы енді біздің халық қаһарманы, қазіргі біздің аталарымыз болғанда біздің сенген тірегіміз. Адамға сыр беріп қойсаң, адамның көзі өтеді, немесе сөз өтеді, немесе саған бір келіспеушілік, бір жаман ісі өтіп кетуі мүмкін. Сол үшін адамға сараңды бермеген жөн. Өте дұрыс. Кез келген бір мақсатқа жетер жолда, арманға жетер жолда, сол арманыңды өзің, мақсатыңды өзің білгенің бірінші жөн, е? Жаңағыдай әртүрлі ниеттегі адамдар болады. Енді сендер өмір жолдарың енді басталып жатыр. Алдағы уақытта көресіңдер өздерің. Студент боласыңдар, университетке түсесіңдер, университетті аяқтайсыңдар. Бұйырса, мүмкін осы ауылымызға пайдасы тиер азамат боларсыңдар. Бәлкім мектебімізге қайтып келіп мұғалім боларсыңдар 4 жылдан кейін. Алдағы уақытта оны көре жатармыз. Әркім өз тағдырын өзі жасай алады. Таңдау әркімнің өз еркіне берілген. Сендердің әрқайсыларынан бір мықты азамат шығарына сенемін. Ал енді осы орайда сұрақ. Қазақ деген, жұртым оянсын, елім оянсын деген, еліме қызмет етем деген Әлихан Бөкейхановтың қандай сөзі бар еді? Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінез. Бұл қазір біздің Нұрәділдің ұранына айналған сөз. Әлихан Бөкейханов атамыздай, Ахмет Байтұрсынұлы ағартушы ұстазымыздай, Ыбырай Алтынсарин секілді педагогтеріміз қашан шығады? Арамыздан алаш азаматтары, қазағым, ұлтым деген азаматтар қашан шығады деп ойлайсыңдар? Мен осы подкастқа келерде негізі осындай бір ауқымды сұрақ бола ма деп ойланып келген болатынмын. Негізі мен кеше 8-9 сәуір аралығында өткен көшбасшылар форумына барған кезде Қазақстанымыздың болашағы жарқын екеніне көзім жетті. Себебі ол жерде мен сияқты оқушылардың 400 жүр. Менімен қосқанда 400. Менен басқа 399 оқушы бар. Ал сол 399 оқушының барлығы мен сияқты сөйлеп, барлығы біреу математик, біреу физик болатын болса, біздей жастар Қазақстанның болашағы бола алады, және де Қазақстанымыздың болашағы бұлыңғыр дегенге мен сенбеймін. Ол жерде ол балалардың бәрі еліне, жеріне қызмет еткісі келеді, барлығы өзінің жеріне сыны деңгейде болса пайдасын тигізгісі келеді. Осы Қазақстандағы бір орнын тапқысы келеді. Оқушылар, барлықтары. Өте керемет. Астана қаласында болған форумнан мектебімізге қандай идеямен келді? Жасанды интеллект дамыған дәуірде деп қайтадан бастайын. Себебі қазір
жасанды интеллект дамып жатыр. Біз соны қолдауымыз керек, біз соны көтеруіміз керек. Мектебімізде осындай студияларды ашуымыз керек. Себебі біз заманмен, жастармен бір толқында болуымыз керек, және де біз білімді толық жетік меңгеруіміз үшін, оқушылармен тығыз байланыста болуымыз үшін, және де білімді дұрыс жолмен алып елімізге қызмет ету үшін бізге осы нәрселер керек. Заман ағымымен жүруіміз керек деп Керек. айтқым келеді. Дәл солай. Жақсы. Алаш азаматтары қайдан шығады, қашан шығады деген сұрақты қайтадан қойғым келеді. Қайткен күнде біз сол кісілердің жасаған, сол жандардың қазаққа деген, ұлтына деген жасаған дүниелерін қазіргі таңда жасай аламыз ба? Негізінен айтады ғой, тарих 100 жылда қайталанады деп. Осы енді алаш зиялыларының репрессияға ұшырағанның өзіне 90 жылға таяп қалған. Бұйырса келесі жыл 90 жыл толады екен. Енді 100 жылда тарих қайталанады десек, осы 10 жылдықта менің ойымша алаш зиялылардай адам көзге түсіп, яғни Қазақстанның тарихын қайта өзгертуге кәдімгідей үлес қосады деп ойлаймын. Және ол үшін ең алдымен менің ойымша отанға деген, елге деген, Қазақстанға деген сүйіспеншілік пен махаббат негізі болу керек. Және соның аясында ғана еңбек етіп, бар күшімізді салсақ, әрбір азамат алаш зиялыларындай мықты тұлға бола алады. Біз білетін алаш зиялылары барлығы бір ауданнан, бір ауылдан шыққан жоқ. Ол Қазақстанның түкпір-түкпірінен шықты. Ол ондай адамдар қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде бар, және де тарих қайталанады. Ол азаматтар болашақта кезігіп, алаш зиялыларға қайтадан біздің қоғамымызда шығатынына мен кәміл сенемін. Білім алушылар, Абай Құнанбаевтың 31 қара сөзін барлығын білетін шығарсыңдар, естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар дейді. Әуелі көкірегі байлауы берік болмақ керек. Ал екіншісі сол затты естігенде не көргенде ғибратлану керек, және де ынтамен ұғу керек. Үлгі алу керек дейді. Үшіншісі естіген білген нәрсемізді қайталау керек, оны ұмытпастыққа қатырмау керек. Жақсы. Төртіншісі ой кеселдерінен қашық болу керек. Сол жерде айтылатын ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, небір қайғыға салыну, құмарлықтың пайда болуы. Осы 4 түрлі нәрседен аулақ болса, адам барлығына жетеді. Ал бұл 4 нәрсе күллі ғылым мен ақылды тоздыратұғын нәрселер. Сол нәрседен қашық болуға шақырады. Және Абай Құнанбаевтың 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деген өлеңі бар, ғылым таппай мақтанба өлеңі. Ал Нұрәділ сол өлеңнен бір үзінді оқып жіберсең. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Осы асыл іс білсеңіз, 5 дұшпан білсең. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көрсеңіз. Керемет, өте керемет. Бүгінгі біздің сұхбатымыз біраз оқушыға, біраз адамға ой саларлықтай ашық сұхбат болды деп ойлаймын. Осындай ашық алаңдарды көптеп ұйымдастыру керек деп те ойлаймын. Бізде жетістікке жетіп жатқан оқушылар өте көп. Біз жақын арада ғана парламент жасынан облыстың 2-ші орында келіп отырмыз. Оған да бөлек бізде әлі сұхбат болады, ашық алаң болады. Жауқазын драма театры бізде, осы орайда айта өтсек, Жауқазын драма театры бізде облыстық деңгейде 1-ші орын алып, республикаға жолдама алған болады. Жақын арада Ақтау қаласына Жауқазын драма театры сапарға аттанатын болады. Алдағы уақытта үлкен жетістіктер болатынына, үлкен орындар болатынына кәміл сенемін. Өзіміздің жаңағы ұлтқа қызмет ететін, ауылға қызмет ететін, Қазақстанға қызмет ететін тұлғалар осындай сендер секілді көшбасшылардан шығатынына біз білеміз және сендерге сенеміз. Алдағы уақыттағы
тестке ұбт ға және 11-ші сыныптар мен қадам бас жастар барлығына сәттілік. Биыл бізде 140 түлек бітіргелі отыр. 140 түлектің ішінен 140 балл шығуына тілектеспіз. Сіздермен бірге болған Ахмет Лайф жобасы, жоба жетекшісі, жүргізуші Исабекова Ырсай Ерболқызы, арнайы Байтұрсынұлы мектеп үшін. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.